My name is Botigos and Kazakhstan Gasayam. Сен қандай сенімді ұстанасың? Christian stuff. Неге бұрынғы Қазақстанда қойылған есімін айтқыңыз келмеді? Аянаның бойында қазақы қасиеттер бар ма? Сақталған ба? She's very strong. Salem, Rahmet, Jaxi, Kalinkalai. Kalitan Ainulain. Жол, тағы да жол. Нью-Йорктен шыққанда нөсер құйып тұреді. Массачусетске жеткенде қар борады. Американың ауа райы да әр алуан, әр жерінде түрліше құбылады. Көлікті қалдырып кемеге міндік. Осы паром бізді қандасымызбен жолықтырады. Атлант мұхитын асып келіп едік. Енді тағы мұхиттың үстімен сырғып келеміз кемеде. Шексіз, шетсіз мұхит. Американдық отбасы асырап алған тағы бір қазақстандық жетім баланы іздеп барамыз. Жол соншалықты ұзақ, ұшақпен, көлікпен. Енді міне кемеге отырдық, әлі жете алмай келеміз. Қазақстандық балалар отаннан тым ұзаққа алыстап кетіпті. Осылайша Массачусетс штатының оңтүстік шығысына әйгілі Мартас Виньярд аралына бет алдық. Қазақшаласақ Мартаның жүзімдігі. Кезінде аралда ашқандардың бірі қызының есімімен осында өсетін жабайы жүзімдіктің құрметіне қойыпты. Ежелгі халқы үндістер болған. Ығыстырылып 1642 жылы 3000 адам болса, 100 жылдан кейін көбеюдің орнына небәрі 300 үндіс қалған. Қазір бұл аралда жүзім де өспейді, үндістер де жоғалған. Есесіне Голливуд жұлдыздары мен беделді саясаткерлердің, ақштағы танымал тұлғалардың таза ауамен тыныстап, көңіл көтеретін демалыс орнына айналыпты. Шоу-бизнес өкілдерінен басқа, ақштың президенті Барак Обама отбасымен осы аралда тынығады. Кеннедилер мен Клинтондар әулеттерінің де саялайтын жері бұл. Осылайша 16 мың тұрғыны бар Мартас Виньярд аралы жазда қызған туризм орталығына айналып, мұнда 250 мың адам оп-оңай сыйып кетеді. Өзін-өзі құрметтейтін әрбір американдық өмірінде тіпті болмағанда бір рет болса да осы жерге келіп, саф ауасын жұтып, күміс құмға қыздырынып қайтады екен. Біздің жолымыз Американың атақты аралына қыста түсті. Өйткені біздің мақсат құмға қыздырыну емес. Жеткен сияқтымыз. Тағы бір қазақ тұқымын иемденген тағы бір американдық азамат бізді күтіп алды. Қателесіппін, еңсеретін жолы әлі алда екен. Ашық адам әңгімені соғып келеді. Қалың орманның ішіне сүңгіп кеттік. Кезінде Мартас Виньярд аралы Массачусетстен бөлініп, жеке дара Американың 51-ші штаты болып құрылмаққа да ұмтылған екен. Алайда бұдан түк шықпапты. Жарайды, бұл бізге маңызды емес. Тезірек қызымызбен жолығайықшы. Сәлем. Алайда алдымыздан бірінші арсалаңдап қап-қара көмірде ет шыға келді. Сәл-ақ қалды. Қазір көрісеміз. Нью-Йорк штаты, Сиракюз қаласы Канадамен шектеседі. Бұл шаһарда да 17-ші ғасырда үндістердің иракез тайпалары өмір сүрген. Кейін үндістердің тамыры түбірімен жойылғанда атақты Том Круз туылды. Тағы бір Голливуд жұлдызы Ричард Гир осында мектеп бітірген. Кешігу америкалықтар үшін кешірілмейтін күн әспеттес. Есіктің қоңырауын соғып едік, ашпады. Сосын үйіне телефон соқтық, отаға салды тұтқаны. Кешіріңіздер, қонақ үй тауып сонда түнеңіздер, ертең жолғамыз деді де қоя салды. Асып-сасып қалдық. Қайта хабарласып, тым болмағанда бота көзді бір көріп, маңдайынан бір иіскейік. Қияннан алып келген сыйымызды табыстап кетейік. Енді келе алмаймыз мұнда дедік. Бізде шегінгіміз келмейді. Ұзақ ойланды. Ақыры ашты есікті. 8-9 сағаттай жол жүріп әрең жеттік. Жолда трафик кептелісте болды. Келіп хабарлассақ, американдық отбасы сіздерді қабылдай алмаймыз деді. Бірақ біраз сөйлескеннен кейін, келіссөзден кейін үйге кіргізуге әйтеуір көнді. Қазір міне түн ауа, сағат қанша болды? 8-ден 20 минут кетті. Қазір кіріп танысамыз. Міне осы отбасы. Телефонмен зекіп сөйлескен әкесі моқ-момақан бола қалыпты. Үйге кірген беттен ешқандай теріс эмоция байқамадық. Ашық жарқын. Иә, бұлар американдықтар емес пе? Оларға дау жоқ. Жымиып төрге шығыңыздар дейді. Ал мынау біздің ботагөз.
Қазақша музыка. We love Kazakh music. Yeah. Oh my goodness, how beautiful. Oh, I love it. Thank you so much. Rahmet. Çok And rahmet. you have a nice place here. Соншама жерден бекер келмеппіз. Қияндағы тағы бір қазақ қызымен жолықтық, Даяна деген. Маржанның түйерінде қазақ қызының маңдайына алыс аралда өмір сүру жазылыпты. Даяна елден бір жастан бір ай асқанда кеткен. Үн-түнсіз Даянаға тесіліп қараған күйімде әр нәрсені бір ойлап, мен отырдым қамығып. Қазақстанда, Қостанайда дүниеге келген қазақ қызы да бір сөзін шығындамай менің суретімді салуда. Менің суретімді ешкім салып көрмепті. Қазір көреміз қалай болып шығатынын. Әдемі қылып салатын шығар деп ойлаймын Даяна. Аяғына көзім түсті, жалаң аяқ. Үйдің іші өте суық. Ол емес, менің табанымнан өткенсіз бүкіл денемді қарай бастады. Бірақ Даяна мұздамайды. Бұл үйдің суықтығы ол үшін кіндігін кескенде ажырап кеткен анасынан айырылғанда ғазаптан ызғарлы емес. Бұл үй жылы, аяулы ол үшін. Бұл жалғандағы жалғыз панасы осы үй. Рахмет, Даяна. Әдемі болыпты. Рахмет деген сөз түсінесің ғой? Рахмет, thank you. Thank you. Мына жерде мен кішкене америкалық қызға ұқсап қалған сияқтымын, қазақтың емес, е? Рахмет, Даяна. Көп рахмет. N-A-R. Ал Ботагөз Даянадан бір жас үлкен, 13-те, Астананың қызы, өздерінің кіндігінен жаралған бір ұлдары бар Джин Карилла мен доктор Кент Джонсон оны небәрі 7 айлығында асырап алған. Яғни олар бір перзентке зар болғаннан қазақ қызын бағып алған жоқ. Тағы бір баламыз болса деп тіледік. Бірақ өзіміз дүниеге әкелеміз бе, жоқ әлде асырап аламыз ба деп ұзақ ойландық. Көп зерттеген кезде осы өмірде көптеген жетім балаларға жанұя қажет екенін ұғындық. Сол тастанды сәбилердің біріне қорған болғымыз келді. Бала асырауды сауапты істеп таныған 65-тегі бұл азамат Сиракюс университетінде профессор. Бұл атақты ол 33 жасында алған екен. Ал Джин Карилла мамандардың кәсіби біліктілігін дамыту департаментінде кадр бөлімінде менеджер. Итальяндық, испандық, француз бен канадалықтардың қаны бар бойларында. Ал Ботагөз аты айтып тұрғандай қазақ қызы. Ботагөз деген аттың мағынасын білесің бе? Иә, білемін. Түйенің баласын Бота деп атайды. Ботагөз деген әдемі есімді қалдырыпты американдықтар, бірақ екінші есімі ретінде өздерін Натали деп атайды. Ал Даяна қырағы аңшы деген мағынаға саяды. Шын есімін айтпады. Неге бұрынғы Қазақстанда қойылған есімін айтыңыз келмеді? Айта алмаймыз, бұл құпияны кейін өзіне ғана ашамыз деп шештік. Ол бәрін білет, түсінеді. Бұл ұялатын нәрсе емес екенін ұғады. Бірақ қазір айтып қойып кейін өкініп жүрсе, жоқ, оны қаламаймыз. Сіздерге айтпадым, оның есімін бүкіл Қазақстанға жайғым келмейді. Даянаның қазақша есімі өте әдемі. Өзім компьютер инженері болғандықтан хакерлердің қалай жұмыс істейтінін жақсы білем. Атын айтсам, біреулер дұрыс емес нәрселер жасатуы мүмкін ғаламтор арқылы. Сол үшін айтқым келмейді. Біреулер деп, ойын Таклбери мүмкін Даянаның туған ата-анасын меңзеді-ау деймін. Шын есімін естісе танып, іздеу салар деген қауіпті байқадым. Көп нәрсе білмейміз ата-анасы туралы. Не үшін тастап кеткендерін, бірақ олардың есімдерін жақсы білеміз. Даянаға бәрін айттық. Негізі өзіміз біраз іздендік. Биологиялық ата-аналарын, олар туралы мәліметтер бізде бар. Неге тастап кеткенін білмеймін. Барлық деректі файл ретінде папкамен жинап қойдық. Суреттері бәрі сақталған. Бізде тұр. Анасының суреті бар.
Бір агентті жалдағанбыз, ол бізге тауып берді. Әзірге Натали сұрай қойған жоқ. Сұраған кезде бәрін өзіне айтамыз. Қазір уақыты келген жоқ. Өз нәрестесін қиып беру олар үшін қандай қиын болды десеңізші. Сондықтан да сол адамдарды қатты құрметтеймін. Өте мықты адамдар ғой. Әрбір ана өзінің баласына жақсы өмір тілейді. Бақытты болғанын қалайды. Еш нәрседен мұқтаждық көрмесе дейді. Өздері сондай жақсы өмір бере алмайтындарын түсініп басқаларға қиып беріп отыр. Американдықтардың осы мәселеге келгенде өздері ойлап тапқан философиялық пайымдары таң қалдырады. Ботагөзді бауырына басқан Джен Карилланың сөзін сараласақ, Қазақстанда тұрмыс өте нашар болып саналады. Өз перзентін бағып қаға алмайтынын түсінгендер оларды өзгеге бере салады. Олар тек баланың бақытын ойлайды, жақсы өмір сүрсін дейді. Жоқ, мен бұған келіспеймін. Туа сап шақалағын шырылдатып қалдырып кеткен қазақ ұлтының өкілдері сол өз тұқымының шетел асып кеткенін білмейтін де шығар. Қанша іздесе де таба алмайтындарын да сезбейтін шығар. Балалар үйіндегі бүлдіршіндердің бәрін туған әке шешесі жағдайдың жоқтығынан тағдыр өткеліне тастап кеткен жоқ. Олардың басым бөлігі тірі жетімдер, қоғам азғындады. Жет атасынан бастап жетімін өзгеге телміртпеген қазақ ұлтының бойындағы асыл қасиеттер сарқыла бастады. Сөйтіп, біз халықаралық бала асырау процесіне қойып кеткенде, әлем бойынша 3-ші сорттағы елдердің қатарына қалай кіріп қалғанымызды да байқамай қалдық. Иә, Еуропа, Америка, Канада сияқты алпауыт мемлекеттер, Қытайды қоспағанда, дәл сол ең кедей, тұрмысы төмен елдердегі қаңғып қалған балаларды асырап алады. Халықаралық бала асырау агенттіктерінің тізімінде де Қазақстан кедейшіліктен сирағы шыққан Африка елдерімен қатар айтылады. Ал шетелдіктер қазақ балаларының санасына сендерді әке шешелерің асырай алмағандықтан бізге сыйлады деген қойыртпақты құяды. Ұлан асыр қазба байлықтың үстінде отырып қалай біз өз ұрпағымызды бағаламайтын күйге душар болдық. Кең байтақ жерімізбен мақтанып, қалай біз оларды сол ұшы-қиыры шексіз даламызға сыйдыра алмадық. Өткен хабарда да айтқанмын, тағы естеріңізге салам. Ұрпағын оңды-солды үлестіре берген Қытайдың өзі қазіргі күні бұл мәселеге аса сақтықпен қарай бастады. Өйткені әсіресе қыз балаларды сыртқа асыра бергендіктен елдің ішіндегі демографиялық ахуал бұзылды. Ал еліміздің құзырлы мекемелері кезінде есепсіз шекара асқан жетімдерді енді ғана түгендеуге кірісті. Бірақ әлемнің 30 еліне тарап кеткен ресми мәлімет бойынша 9.000-ға жуық, ал мүмкін одан да көп қазақстандық балалардың өмірін толық бақылау мүмкін емес. Бұл факт. Америка, қазақтың көк байрағы, американдық төсек, төсектің үстінде қазақтың қызы, қасында американдық иті. Контраст деген осы шығар. Даяна, ана туды қашан іліп қойғансың? Бұрыннан бар болған. Өткен жылы үйді ақтарып жүріп тауып алдым. 1 жыл болды ілініп тұрғанына. Не үшін іліп қойдың? Мен өзім Қазақстаннан болғаннан кейін, айналамда соны әрдайым есіме салып тұратын қазақтың дүниелері болғанын қалаймын. Қазақстан туралы не білесің? Мен былайша көп нәрсе білем. Жайлауға барамыз. Сол жақта қазақтың мәдениетін, тілін, биді үйренеміз. Қазақша қандай сөздер білесің? Салем, рахмет, жақсы, қалың-қалай, бір әке үш торт бұш. Қазақша қандай сөздерді білесің? Маман көп сөз біледі. Мен көп білмеймін. Салем, Salbo, I think. But my name is. Mian and Atum, Natalie. I think what is your name is Sienam Atumkum, right? Сол бар I білетін. think that's Кешіріңіздер. as my vocabulary goes. Кешірім сұрама бізден, Ботагөз. Біз айыптымыз сенің алдыңда. Қазақша бірен-саран сөзді білгендері екі қыздың ақштағы қазақ ауылының еңбегі. Қазақша қандай сөздер білесіз? Well, I know hello, salam or salamitba. I know rahmet or kop rahmet. I know, how to say my name is, like menimatum jean and, those types of pleasantries, salbol and, son. Қазақ ауылы ұйымында мен қазақ тілін үйрететін мұғалімдермен бірігіп жұмыс істеймін. Сол ұйым директорының орынбасарымын. Is to work with our Kazakh teachers. Балалардың тілді үйренуге кластары қандай? Oh, well, every year we have more than 50 children. Қазақ тілін үйренетін балалар 50-ден кем болмайды әр жыл сайын. Балалармен қатар ата-аналары, ата-апасы да келіп үйренеді қазақша.
Қысқа, айтуға жеңіл күнделікті айтатын сөздерді мәселен. Әдемі, еркелетіп айтылатын жылы сөздерді үйретеміз. Karlitan Aynuline, just nice. Әр жыл сайын не үйрететінімізді алдын ала жоспарлаймыз. Мысалы, шәй ішу дәстүріне байланысты. Bağırsak. Тіл үйренудің ең маңыздысы біріншіден тіл үйрену арқылы қазақ мәдениеті беріледі. Үлкенге құрмет көрсету үшін айтылатын сөздерді, кімді қалай айту керектігін үйретеміз. Мысалы, бала өзінің досына сәлем деп айта алса, үлкен адамға сәлеметсіз бе деп айту керек. Сондықтан тіл мәдениетті білдіруде өте маңызды құрал. Екіншіден, ана тілін білгендері оларға абырой сыйлайды. Мысалы, бізге Вашингтоннан консул келді, Рахымжан. Сол кезде балалардың барлығы барып оған сәлеметсіз бе, менің атым былай деп қазақша айтты. Өздерінің есімдерін қазақша айта алғандарын абырой санады, сонымен мақтанды. Қазақстан дегенде туған жерім есіме түседі, және қазақ ауылындағы жайлау есіме түседі. Өйткені ол жерге қазақстандық балалар келеді. Достарымыз көп, солармен уақыт өткіземіз. Мен Қазақстаннан кеткелі туған жерімді көрген жоқпын. Барып көргім келеді. Туған қалам Астананы, естуімше ол өте әдемі, жақсы дамып жатыр. Ботагөз де Даяна сияқты сурет салғанды жақсы көреді екен. Бірақ бөлмесінде төсегінің тұсына жапсырылған мына бас сүйектің қорқынышты қаңқалары мені үрейлендірген жоқ десем, өтірік айтқан болар ем. Ал Ботагөз үшін бұл өнердегі бір креатив саналады. Бас сүйектен қорқпаймын, бір жерден көргенмін, соны көріп суретін салдым. Журналдарға қарап салам. Меніңше ерекше күшті көрінеді ғой, скелет. Неден қорқасың? Мен өрмекшілерден қатты қорқам. Үйдің ішінде көп жүреді, солардан қорқам. Кез келген кезде келіп қалуы мүмкін. Ал Даяна Ботагөзге қарағанда нәзіктеу. Сурет өнеріне қызықса да адамның бас сүйегінің кескінін салмайды. Бөлмесінде қабырғадағы мына қағазда достарының өзінің жақсы қасиеттерін тізбектеп жазғандарын іліп қойыпты. Айнаның алдына қазақ қуыршағы жайғасқан, есікте де қазақтың жалауы. Шында да ол жан-жағын Қазақстанмен көмкеріп тастапты. Оны ұлтымен жақындастыратын, тегін ұмыттырмайтын осы дүниелер ғана. Бұл пафос емес, және біз келеді деп әдейілеп қойған жоқ Даяна. Әне бір қазақстандық сағатта мен өзіммен ала кет деген сөздер жазылыпты. Көзі мұңға малынған Даяна бір кезде мені өздеріңмен ала кетіңдерші деп қазақша айтып жіберетін сияқты. Елестеп кетті. Даянаны асырап алған Кэфи Таклбери ерінен 7 жас үлкен. Бұрынғы күйеуінен туған бір қызы бар. Ол қазір өз алдына бөлек кеткен. Екінші жолдасымен арада ұрпақ болмаған соң бала асырап алуды ұйғарыпты. Даяна, сіздің өміріңізді қалай өзгертті? Өмірім күрт өзгерді, қатты өзгертті. Даяна жоқ кезде бақытты болмадым деп айта алмаймын. Бірақ Даяна біздің отбасымызға жан бітірді. Өзімізді толыққанды жанұя ретінде сезіндік. Кішкентай кезінде алып келгенде қандай еді? Жылай беретін бе еді? Басында үйренді ма? Қалай тез үйренді ма? Жоқ әлде біраз уақыт кетті ма? Бірнеше қызық оқиға болды. Қостанай қаласынан асырап алған соң 2 аптаға жуық уақыт Алматыда болдық. Тағы 4-5 күн Мәскеуде. Жолға шыққанда 14 айлық нәресте бәрін түсініп жатқан сияқты көрінді. Үздіксіз қозғалыс, бәрі ауысып жатыр, бөтен жер, бөгде қалалар. Бірақ маған неге ешкім еш нәрсе айтпайды, біз қайда бара жатырмыз дегендей сұрақтарды көзінен аңғардым. Кішкентай баланың аңтарылып еш нәрсені түсінбей жатқаны көрініп тұрды. Жаңа өзіне бейтаныс жерге кетіп бара жатқанын сезінді. Әуеде бір ретте көз ілмеді. Ұшақты басына көтеріп бақырып жылады. Бүкіл жолаушылар бізге қарап ашуланды. Сосын жылап шаршағаннан 2 күн бойы ұйықтады. Әрине, біз бұған дайын едік, бірақ бұл біздің баламен ең алғаш рет жалғыз оңаша қалған сәтіміз еді. Қобалжыдық, ең қиыны оны жұбата алмадық. Мына кілемді американдықтар Алматының сыртындағы ауылдардың бірінен, бір ісмер әйелден сатып алыпты. Қолдан тоқылған Уэйн Таклбери осы кілемді көтерем деп жүріп оңбай құлапты. Біреу емес 4-еуін алдық. Өте қалың ауыр кілемдер. Етпетімнен құладым. Әйелім мен өліп қалды деп ойласа керек, жан дауыс шығып кетті. Басым жарылатын еді. Осы кілемнің үстіне құлап жаным қалды.
Қазір сіздермен тілдесіп отыруым осы қазақтың кілемдерінің арқасы. Мен Калифорниядамын. Үйде Калифорнияның заттары бар. Әйелім жергілікті болған соң осы жердің дүниелері және қызымыз Қазақстаннан болғаннан кейін қазақтың да заттары үйде тұрсын деп ойладым. Ерекше оюлары бар әдемі кілем. Gentle? Ол өте ақылды, сыпайы, әдепті, жақсы қыз. Сабақта жақсы оқиды, атлетикалық қабілеті ерекше, денсаулығы жақсы. Биге қатысады, хип-хоп, сосын ойынан жаңа билер шығарады. To go sledding? Даяна бізге билет бермеді, үй алып тұрмын дейді. Сосын күштегіміз келмеді. Американың екі бөлігінде ашылып келе жатқан екі гүл де өнерге құштар. Екеуінің де суретті жақсы салатындарын айтып өттім. Даяна гимнастикамен айналысса, Ботагөз гитарада ойнайды. Қиналғанда, не болмаса бір нәрсені істей алмаған кезде өз-өзіңді қалай қайрайсың деп сұрадым Ботадан. Ол саспай жауап берді. Неткен ақылды қыз. Өмірлік позицияң қандай? Нені ұстанасың? Бір музыкалық топ бар, солардың жақсы бір ұрандары бар, сол маған қатты ұнайды. Өмір саған көтере алмайтын қиындық бермейді. Осы менің ұраным. Осылайша шетелдегі қазақ балаларының өз жастарынан әлдеқайда зерек екендеріне, ересек адамдарша ойлайтындарына тағы да қанықтым. Бұл біздің қазақ ұғымда да бар дүние. Алла тағала адамның басына көтере алатын ғана қиындық береді. Одан артығын артып, жанын азапқа салмайды. Мені ойға салған Ботагөздің тағы бір сөзі. Мен ұшуды ұнатпаймын. Адамдармен көп жүруді қаламаймын. Жалғыздықты жақсы көрем. Өзіммен өзім оңашада отырғым келеді. Маған жалғыздық ұнайды. Мүшелден енді ғана асқан қыз неге жалғыздыққа құштар? Бәлкім дүниеге келе сап жалғыз қалған, анасына қанбаған жетім балалар өмір бойы өздерін жалғыз сезініп өте ме? Ботагөздің бөлмесіндегі әр дүние ой салат, алға жетелейді, қанат бітіреді, мойымауға үндейді. Ол төсегінің бас жағына мына қолы шолақ қыздың суретінде бекерден бекер ілмепті. Ол Беттани Хэмилтон, серфингпен айналысатын кәсіби спортшы. 13 жасында оның сол қолын акула жұлып алған. Бірақ соған қарамастан ол қайтадан серфингпен айналысып, дүние жүзі бойынша чемпионатты жеңіп алды. Және өзі туралы автобиографиялық кітап жазды. Ол кітап өмір үшін күрес, адамды жігерлендіреді, сеніміңді шыңдай түседі. Беттанидің тағдырына құрылған кинода түсірілді. Жазған кітабы, киносы өте қатты ұнады, сол үшін оның суретін тауып іліп қойдым. Сен одан қандай үлгі аласың, қандай өнеге аласың? Мақсатыңа жетуде еш нәрсе кедергі болмайды, ештеңе сені ұстай алмайды. Ал сенің мақсатың не? Қазір білмеймін, бірақ маған ұнайтыны музыка мен сурет. Келешекте өнертанушы боламын. Менің білуімше, қазақ халқы өнерге қатты жақын келеді. Ән жырға, ішіндегінің бәрін, жан дүниесіндегі толқыныстарды сол өнер арқылы сыртқа шығарады. Наталияның музыкаға, сурет өнеріне әуестігі содан деп ойлаймын. Қазақ еліне тән осы қасиеттер бойынан байқалады. Ол өзінің өнер туындылар үшін талай рет марапатталған. Ол өте қабілетті. Даянаның бойында қазақы қасиеттер бар ма? Сақталған ба?
She's very strong. Ол өте мықты қыз және алдына қойған мақсатына жетпей қоймайды. Сол қасиеті қазақтарға тән деп ойлаймын және рухани дүниесі өте бай, рухы биік. And a huge spirit. I think it would be Ата-анам Қазақстаннан адамдар келеді деп айтқанда қуандым. Сіздерді көргім келді. Өйткені бұл аралда менен басқа қазақ жоқ. болашақта Қазақстанға барғың келе ме? Иә, әрине. Даяна салған сурет: көк көзді әкесі, жасыл көзді шешесі, қой көзді қазақ бөпесі. Міне енді сол өсіп жетілген қой көзді қазақ қызы мына діні, ділі, тілі, танымы, түсінігі бөтен америкалық әйелдің иығына сүйеніп үнсіз отыр. Бірақ бұл тізбелегендерім біз үшін ғана бөтен, ал Даянаға таңсық емес. Сен қандай сенімді ұстанасың? we don't really Біз аса діндар емеспіз. but we believe Мүмкін біз христиан шығармыз. Christian stuff. Мен христианмын, бірақ дінге сондай қатты берілгенмін деп айтпас едім. Әр жексенбі сайын шіркеуге бармаймын. Америкалықтар қызық халық. Танымымыз, түсінігіміз мүлдем бөлек. Бұған дейінгі аралаған отбасыларында үй жануарларының суреттерін көріп едім, іліп қойған. Мысықтардың суреттері, тағы да басқа. Енді мына үйде иттің суретін көріп отырмын. Бұл Даянаның ит екен, өмірден өткен деп айтуға болады. Америкалықтар осылайша өлген итінің суретін де әдемілеп, әспеттеп қояды. Иә, 3 қайнасақта, 5 қайнасақта, 20 рет қайнасақта сорпамыз қосылмайтын еліміз, Америка мен Қазақ. Бірақ осындай қоғамда, осындай бізге мүлдем кереғар түсінікте, бізге мүлдем келмейтін менталитетте, мәдениетте қазақтың балалары өсіп келе жатыр. Және олар осы қоғамға сіңісіп кеткен. Итке байланысты бұл тек бір мысал ғана. Тереңдей берсек, кімдерден айырылғанымызды, кімдерді жоғалтқанымызды түсіне бастаймыз. Қазақтың шартарапқа шашылып кеткен сынығын енді жинай алмаймыз. Даянаның шырылдап дүниеге келіп шырылдап тастанда таңғанда мұздаған жүрегі әлі жібімеген сыңайлы. Өгей әке мен шешенің кейбір қылық әрекеттері жасанды сияқты мағалай. Ал Даянаның жүзі сынық көрінді маған. Ерінін күшпен қимылдатып, еріксіз ғана күлімсірегендей болады. Қазақша есімі қандай екен деген арман да іште кетті. Ал гитарасын құшақтап, ойға шомған ботагөздің жүрек түкпірінде не жатқаны да жұмбақ. жылы Массачусетс штатының жоғарғы соты бір жынысты отбасылардың некесін рәсімдеуге байланысты шешім шығарды. Осылайша бұл штат Америка құрама штаттарының тарихындағы ең тұңғыш штат болып тіркелді. Бір жынысты отбасылардың некесіне рұқсат берген. Менің айтпағым, бұл штатта да қазақстандық жетім балалары өте көп. Әрине, Қазақстан заңдылығы бойынша біздің балалар бір жынысты отбасылардың қамқорлығына, тәрбиеленуіне берілмейді, бұған жол жоқ. Бірақ қазақстандық жетім балалар кішкентайынан осы қоғамда өскеннен кейін бір жынысты некені қалыпты құбылыс деп қабылдайды. Қалыпты жағдай деп өседі. Сол жағы сәл бізді мазалайды, ойлантады.